Ассаламу алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Whoopie Pie тортын жасаймыз. Бұл торт өте дәмді, нәзік. Ол үшін жұмыртқамызға шекерімізді қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыздың көлемі 2-3 есе ұлғаю қажет. Және жұмыртқамызды қозғаған кезде артында із қалатындай болу қажет. Дайын болған жұмыртқаға май мен шоколадты ертіп құямыз және тағы да араластырамыз. Жұмыртқалы массамыз дайын. Енді құрғақ заттарды араластыруға кірісеміз. Елікке салынған ұнның үстіне какао саламыз және разрыхлитель саламыз. Үшеуін біркелкі болғанша қасықпен жақсылап араластырамыз. Бұлардың жақсылап араласуы өте маңызды. Араласқан ұн, какао, разрыхлительді жұмыртқалы массамыздың үстіне електен өткізе отырып саламыз. Құрғақ заттарды електен өткізу өте маңызды. Және осы массамызды астынан үстіне қарай араластыру қажет. Қамырымыз дайын. Қамырдың қоюлығы видеодағыдай болуы қажет. Қамырды пісіретін ыдысты дайындаймыз. Ол үшін 26 диаметрлік ыдысқа пергамент қағазды кигізіп, осылай форма жасап аламыз. Және осыдан 4 данасын жасау қажет. Қағазға қамырды салып, бір тегіс етіп жаямыз. Ол үшін спатуланың көмегі қажет. Тегістеп жайылған қамырды пешке жібереміз. Торттың кремін жасаймыз. Творожный сырға сахарный пудраны қосып, миксермен араластырамыз. Бір келкі болып араласқан соң, үстіне сливкиді құйып, тағы да миксерлейміз. Және креміміздің дайын болғанын білу үшін, артында осындай іздер қалу керек. Сол кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Крем дайын, корждар дайын. Енді тортты жинаймыз. Ол үшін мынандай кондитерлік қалташа қажет. Және насадка қажет. Мен насадканың көмегіне жүгіндім. Сіздер шариктерін шығарсаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша сәндеңіздер. Әр корждың арасын мен осылай насадкамен жасап шықтым. Тортымыз дайын. Ас болсын. Тортты сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Шоколадты ұнататын адамдарға өте ұнайтынына сенімдімін.